Ең чоң 500.553 саптан тұрған поэмалық шығарма, дүниедегі ең ұлы биік эпос қырғыздың Madani мұрастарындағы сап башында тұрған біздің Манас эпосынан баштап қойылы. Манас эпосын ширинебіз баштасын маданияттың мықты қызматкері, Бакен Қыдыкеев атындағы ел аралық сыйлықтың лауреаты, анан белгілеп айтып қойшыдағы бір сонын жағдай бар. Дүйнөлік таасирді 100 айымдың бірінің қатарына кірген ширинебіз. Ай, бәрекелді. Қымбатымнан қымпайы көрініп қалған кез екен, қиноғы түш қырғыздар бөлініп қалған кез екен, қайнаған қалыңғы тайға қаматып салған кез екен, көк көтейдің кемеге қалмақты тайманжуға талатып салған кез екен. Ерманастап чул тартып 40 чора керіп барғанда, алван ошой ордунан тұрбағанның қарачы, арыстаманас барғанда атасын көрген баладай ыйлағанның қарачы, ошондоң ақырын сөйлеп бекташтай алдаңай көлім ұқчуңа деп баштайды. Көкөтөйдің қызығаш көргөні келген екен біз, таланып қарағы тайға омана сөлгөні келген екен біз. Қарағы тайман жунун албан түрлің елі бар, ала қандай қырғыздан ала албай жүрген кегі бар. Бел пайды салып бұлашта бет алышар жері бар, чатақташпай чырдашпай дегеніне көнөлі, маникер тарту берелің ат менен алдап салалы. Айланайым манасым бұлардың амалын мінтіп та тавалың. Бұны оғып манастың қары шығып бетіне, чары шығып көзіне, ошоңды қошойғың айтыва тұрғаны. О, күрпеңім күндей тұрғанда күліктіған теп берейін, күчеген екен бұғапыр бүгін күрпілді шүп көрейін. Айдың майдай тұрғанда арғымаққан теп берейін, алжыған екен бұғапыр бүгін алпыр шүп көрейін. Атпай қырғыз жұрт үшін ажалым жетсең өлейін, жігет піре қолдысы жинейғанын төбейін. Қачқыла барың жолымдан қалбақты беттеп келейін, қажылдаған ғапырды мен бүгін қалққанын жерге төгейін. Деп қарды манас салғанда, қалмақ менен қаманас чатақташып алғанда, қазандан етті талатып, көп қалмаққа саватып, бай мырза келді хан болып, өткен бойы чаң болып, көкөтөй қаңған аш қылдық манас, көрек азап биш қылдық манас. Қарағы тайманжулар етті талап құтырды, чавамын деп жұртыңды, өзіңді байлап алат пен манас. Алдан азап күн башқаңа салат пен манас. Бай мырзаны көргенде, жұртың ыйлап келгенде, бұл қордықты көргенше туылбай тұнна чөгөйін деп ошенте бер манас. Қаража қамчыны қармай қалып емеріп, чөңне кезе манасты ошондо чап жіберіп, енес қаранын ошондо отоғы ташы бұрқырап, қалмақ Қытай көп манжу қачып берді дырқырап, қарданып қамчылап, оғдай бетін салбай қал, қамап кірден ерманас. Манас қолды салғанда, бары қолды салғаны, қаланбаққай қарыя, қары қолды салғаны. Манас қандың бұқчыры, қиратып жатып қалғаны, Азиз қандың Алманбет, Ақбалтанның чуағы, Манасқа тете балваны, Улақ қандың сырғағы, аралап бөлік салғаны. Арыстандарың ошондо Қытайға салып жаңжалды, ойғы тойғы түшіріп, түбіне чоғу жетерде, қара қалмақ Қытайды түгел қырып кетерде. Орықпыр менен мұскендек, ер қоңырбай нес қара аттан түші қалышып, аттарын тартып қалғаны. Ер қоңырбай ошондо мойнына қамчыңа салғаның.
башыңа келіп күч қылып, айыпкер болып қалыппыз. Бұл айыпты кечіңіз, кечпес болсаң айыпты айланайым манасым. Алдамына ке баштыңа кесіп, таштайыңан қалмақтың түрелерің ошондо. Тізесі жерге бүгілді, о есен қаның көргөндей. Ер манасқа жүгінді, қалмақ қырғыз теңдешіп, қайра баштан елдешіп, бұзық кепті ташташып, тамаша кептен башташып, жұрт ошентіп тұрғанда, көкөтөйдің бұқ мұрын күйге келіп қалыптыр. Қайра баштан тіреліп, тілге келіп қалыптыр. Ойға тоғы маникер, о жүгіргендей болыптыр. Өліп қалып қайрадан оғы тірелгендей да болыптыр. Қыз сайқалдай қызы болым қырғыздың, ұрпағы болым манастың. Ұлытым қырғыз, ұраңым манас. Саяқбай, Сағынбай аталарымыздың жолын олап, Семетейчи Сейдана енеміздің шиырында келатқан, ұлы өнерді көкірігінде ұйытып келатқан Ширин Сарығұлова қызымызға өзгөше қол чабуулар болсын. Бар балы ғой Ширинбай.